Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмі керемет әдемі болып шығатын компоттың видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де қандай дәмді компот екенін білгілеріңіз келсе, қызық болса видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді керемет компот. Және де айта кетейін, менің каналымда қолжетімді заттардан жасалатын үй жағдайындағы дәмді тағам түрлері шығып отырады. Каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де осылай компотымызды алып, мен осылай базардан осындай компот алдым. Және де бұның 5-6 рет ең бірінші жақсылап жуып алыңыздар. Қалай тазартып алудың құпияларын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Міне осылай керекті мөлшерде компотымызды аламыз. Сухофрукты сататын жерде мен осылай сатып алдым. Және де мен 5 литрлік қазаныма жасаймын. Қазір компотты соған өлшеп керекті мөлшерде мен алдым. Міне ең бірінші суын көрдіңіздер ма? Өте кір. Мен 5 реттей жуып алдым. Видеода көріп тұрсаңыздар 4 рет 5 рет жақсылап осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолдарыңызбен әдемілеп жуып алыңыздар. Сол кезде таза, әдемі компот ішетін боласыздар. Көпсі енді білмейді, 1-2 рет жуып қазанға сала салады. Олай жасауға болмайды. Көріп тұрғандарыңызда әр жуған сайын шаң, топырақ өте лас болып тұр. Тазалап жуып алыңыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай тазалап әбден жуып алыңыздар. Және де каркаде қостым мен. Каркаде ұнамайтын болса қоспасаңыздар да болады. Міне компотым су тазарды. 4 рет 5 рет жуып алып, осылай бұқтырып қоясыздар. Сол кезде қалған мусорлары да шығады. 15 минуттай, 5 минуттай қойып қоясыздар. Сол уақытта міне қазанымызға суымызды құйып дайындап аласыздар. 5 литрлік қазан мендегі. Енді сіздер қанша литр компот жасайсыздар, соған қарай көз мөлшермен қоса берсеңіздер болады компотты. Міне енді суымыз міне тағы мусорлары, шаңдары шықты. Тағы енді осылай жақсылап жуып аламыз. Тағы 2-3 рет жуып аламын мен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай міне компотым тап-таза болды. Енді осыны қазанның ішіне су құйып қойдым. Міне сала берсеңіздер болады. Міне тап-таза компот. Қақпағын жауып қайнағанша күтеміз. Каркадеде салдым. Каркаде қосқыларыңыз келмесе, дәмі ұнамаса қоспасаңыздар да болады. Бірақ мен кішкене осылай көп мөлшерде емес, кішкене ғана каркаде қосамын. Міне қайнады. Және де енді менде үйде лимон бар етін. Лимон болса қосыңыздар, болмаса қоспай қойсаңыздар да болады. Лимонды қосып, осылай керекті мөлшерде қантымызды салып, 15-20 минуттай осылай жақсылап қайнатып аласыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай компот піскен кезде алмалары, жаңа ішінде жеміс-жидектері піскен кезде түрі осындай болады. Астына батады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер, дәмі ерекше әдемі болып шығады.